Баршаңызға қайырлы күн, дәмді асқана, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Енді сіздер дүкеннен май сатып алмаңыздар, тамақ жасайтын майды үйде қойдың құйрық майынан жасалу жолын сіздермен бөліскелі отырмын. Алдыменен қойдың құйрық майын алып, оны жақсылап жуып тазалап, тұздалмаған құйрық майды дәл осылай 4 бұрышты етіп майдалап турап алатын боламыз. Осылай қойдың құйрық майынан жасап тамақ жасасаңыздар, ағзаға зияны жоқ, керісінше пайдалы. Әрдайым тамақ жасағанда осы құйрық майдан жасалған майды қолданып жасаңыздар деген кеңес беремін. Міне құйрық майымызды турап алғаннан кейін кеңге ыдысқа тураған майымыздың барлық мөлшерін саламыз. Астын алғашқы кезде жай қойып қоямыз. Осы кезде құйрық майдың үстіне пиязымызды, мен бұл жерде 3 бас пияз, 1 бас сәбіз және 3 немесе 4 алманы осылай бетіне тураймыз. Бұны салған себебіміз жаңағы майымыз шыжғырған кезде майдың иісін, дәмін осы пиязымыз, сәбізіміз өзіне тартып алады. Барлығын осылай турап саламыз. Енді оттың астын қаттырақ қойып, майымызды шыжғыратын боламыз. Арасында осылай жақсылап араластырып қозғап тұрыңыздар. Міне сонымен біздің майымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте тынық, сап-сары болып шығады. Бетіндегілердің барлығын сүзгімен осылай сүзіп алып, арнайы ыдысымызға майымызды сүзіп құйып аламыз. Міне сонымен біздің майымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте тынық, сап-сары май болады. Арнайы ыдысымызға құйып, майымызды тоңазытқышта сақтаймыз. Тамақ жасайтын кезде шетінен алып қолдана берсеңіздер болады. Ағзаға зияны жоқ, керісінше өте пайдалы. Дәл осы рецепт бойынша сіздер де жасап көріңіздер және комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдырып кетіңіздер.